Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Санжардың апасы Санжарға балам құттықтаймын, жақында әке боласың дейді. Наре бұл жаңалықты естіп қатты қиналады. Бірақ бірнеше күн өткен соң Менекшенің баласы түсіп қалады. Ол бұл жайлы ешкімге тіс жармайды. Ол ешкімге білдірмеу үшін Санжардың үйіндегілерге дүкеннен сыйлықтар алады және оның үйіне қайтады. Менекше үйге оралған кезде Наре де сол жерде еді. Менекше Нарені көріп, мен сендерге кедергі жасадым ба дейді. Мен жоқ, өте бақытты көрінесіңдер ғой. Отбасыларың түгел жиналып қалыпты ғой. Бәрің жиналып алып, менің кеткенімді тойлап жатырсыңдар ма? Бәрің оң құлақтарыңмен де, сол құлақтарыңмен де естіп алыңдар. Мен құрсағымда Санжардың баласын көтеріп жүрмін. Қазір ғана ауруханадан келе жатырмын. Дәрігерлер бәрі жақсы екенін айтты. Баламыз сап-сау. Дәрігерлер бүгін тіпті баламыздың жынсын да айтты, білесің бе? Мен саған тосын сый жасаймын деп ойлап едім. Жарайды, отбасымыз толық жиналып қалған екен, айта салайын. Сүйінші беріңдер. Жақында біздің ұлымыз болады, дейді. Бірақ бірнеше күн өткен соң Санжар Менекшенің аяғы ауыр емес екенін біліп қояды. Ашу үстінде Менекшенің үйіне барып, оның көйлегін жыртқан кезде, оның қарнында жастық бар екенін көреді. Санжар Менекшеге бұдан кейін менің көзіме көрінуші болма. Біз жақын арада ажырасамыз дейді. Наре болса болған оқиғалардан кейін із-түссіз жоғалып кетеді. Санжар Нарені іздеуге кіріседі, бірақ полицейлер оған Наренің ұшаққа отырып кеткенін айтады. Санжар қатты ашуланады. Сен менің өмірімді ойрандап, тағы да қашып кеттің дейді. Санжарды үйіндегілер күтіп отыр. Не болды, Наре табылды ма деген кезде Санжар Наре енді келмейді. Ол тағы да қашып кетті дейді. Сосын Гедизге хат береді. Өйткені Наре Гедизге хат жазып қалдырған еді. Ол хатта қош бол Гедиз деп жазылған еді. Наре қызы Меликке де хат жазып қалдырған еді. Бірақ Наре Меликті тастап кеткен үшін Мелик ол хатты жыртып тастайды. Санжар болса, олардың махаббатына куә болған үйді де өртеп тастайды. Өйткені Нарені өмірінен бүткіл өшірмекші. Телехикаяның ең соңында Санжар қызы Меликті Наренің атына отырғызады. Мелик әкесі Санжардан сұрайды. Әке, біздің өміріміз енді не болады дейді. Санжар болса, енді тек қана бақытты сәттер болады қызым. Өйткені Наресіз де өміріміз жалғаса береді. Бастысы оны ешқашан есіңе алма дейді. Осымен біздің телехикаямыз аяқталды. Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.